Сәлеметсіздер ме? Шетелдегі қазақтар каналымызға қош келдіңіз. Менің атым Анара Нұраханқызы. Канадаға келу үшін қалайдан шақырту қағаз алуға болады? Қандай кезде шақырту қағаз керек? Бүгінгі тақырыбымыз осы жөнінде болмақшы. Біріншіден біз айтып өттік, Канадаға келудің бірнеше амалдары бар. Бірінші, саяхат визамен келуге болады, оқу визамен келуге болады, қызмет визамен келуге болады. Одан сырт сіз өз мемлекетіңізде тұрып, Канадаға төте immigration көшіп келуіңізге болады. Сонда қандай жағдайда бізге шақырту қағаз керек? Саяхат визаға сізге шақырту қағаз көп жағдайда керек жоқ. Біз саяхат визаны қалайдан алу керек дейтін тақырыпта айтып өттік. Сіз әлі бұл видеоды көрмеген болсаңыз, бұл жердегі картын басып іздеп көруіңізге болады. Қалайда саяхат виза алуға болады дейтін тақырыпта. Әрине көп жағдайда сізге шақырту қағаз керек жоқ. Кейбір жағдайда сізден сұрайтын болады шақырту қағазды. Екінші жағдай біз жаңа айтып өттік, оқу виза. Оқу визаға сізге шақырту керек па? Әрине керек. Бұл жердегі шақырту деп отырғанымыз мектептің берген offer. Мектеп сізді мектепке келдіңіз, програмға түсесіз дейтін шақырту қағаз. Үшінші жағдай қызмет. Сіз Канадаға келіп қызмет істейтін болсаңыз, сыртта тұрып тапсырсаңыз да, болмаса осы жаққа келіп саяхат болмаса оқу визамен келіп, Канаданың ішінде тұрып қайтадан қызмет визаға тапсыратын болсаңыз, сізге қызмет орнының шақырту қағазы керек. Былай айтқанда, қызмет орны сізге шықты дейтін offer керек. Төртінші жағдай immigration. Immigration сіз сыртта тұрып, Канадаға төте көшіп келу. Бұл жердегі, әрине, біз екі түрлі жағдайда айтып өттік. Бірі мемлекеттен келеді express entry. Мысалы, сіз Канада мемлекеттен келеді өзінің сыртта тұрған жоғары деңгейдегі адамдарды өзіне қарай шақыртып алу жолдары бар, програмдары бар. Бұл жерде сіздің өзіңіздің жеке қабілетіңіз өте жоғары деңгей болу керек. Біз ол express entry жолында да айтып кеттік. Видеоды көрмеген болсаңыз, бұл жерді басып, сол видеодарды әлі толығымен көруіңізге болады. Оны айтып өттік, сізге нөмір шек болады. Нөмір шегіңіз жоғары болған сайын сізге шақырту мемлекет сізді төте осы Канадаға кіруіңізге болады деп шақыратын болады деп айттық. Сіздің нөмір шегіңіз төмен болатын болса, әрине қызмет орнынан шақырту қағаз алғаныңыз нөміріңізді жоғарылатады, мүмкіншілігіңізді де жоғарылатады. Одан сырт өлкелік програмдардың ішінде де сізге қызмет орнының берген шақырту қағазы керек. Өйткені бұл шақырту қағазы бар болғанда сіздің жаңа айтқандай нөмір шегі жоғарылайды. Нөмір шегіңіз жоғарылайтын болса, ары қарай өз мемлекетіңізде тұрып төте Канадаға келу мүмкіншілігіңізді жоғарылайды. Сонда төрт түрлі жағдай: саяхат виза алу, оқуға келу, болмаса қызметке келу, болмаса төте immigration, төте көшіп келу. Төрт түрлі жағдаймен Канадаға келуге болады. Ал бұның ішіндегі саяхат виза алған жағдайда кейбір кезде сізден шақырту қағаз сұрамайды, бірақ басқа жағдайдың бәріне сізге шақырту қағаз керек. Сонда шақырту қағазды кімнен аламын, кім маған береді, қандай жағдайда, қалайдан шақырту қағаз алуыма болады? Бұл тақырыпқа тағы да айта өтер, сіз оқуға келетін болсаңыз, үйренуге, university, колледжға келетін болсаңыз, сіздің шақырту қағазыңызды мектеп береді. Мектептен төте алмайсыз. Әрине, сіз мектепке қайсы програмға келесіз, осы мектепке өзіңіздің немедеріңізді тапсырасыз, документтеріңізді тапсырасыз, осы мектепке кірдіңіз, болмаса кірмедіңіз, сіздің бар талаптарыңыз жетеді жетпейді дейтін сол кезде мектеп өзінің бір істейтін бір бекімі. Сіз өтіп жататын болсаңыз, мектеп сізге шақырту қағаз береді. Ал сол шақырту қағазыңызды алып, ары қарай оқу визаңызға тапсыруыңызға болады. Үшіншіден, қызмет орын. Сіз қызмет визаға тапсыратын болсаңыз, әрине бұл жердегі қызмет орынның сізге беретін шақырту қағазын алуыңыз керек. Жаңа айтып айтқандай, қызмет орын сізге береді, сондықтан бұнында сізге жеке адам сізге шақырту қағаз жеткізіп бере алмайды, төте бермейді. Төртіншіден, immigration, сіз өз мемлекетіңізде тұрып төте көшіп келеміз дейтін болсаңыз да, тағы да жаңағы қызмет визамен тең. Былай айтқан кезде
қызмет виза алу үшін сізге қызмет орнының шақырту қағазы керек. Төте көшіп келетін болсаңыз да қызмет орнының шақырту қағазы керек. Бұл жерде шақырту қағазды жеке адам бере алмайды. Кейбір кісілер маған жеке хабарласты, сіз шақырту қағаз бере аласыз ба, маған шақырту қағаз жіберіңіз деген сұрақтарды көрдім. Былай айтқанда, мен сізге жеке шақырту қағазды бере алмаймын. Өйткені ешқандай жағдайда жеке адамнан шақырту қағаз алмайсыз. Әрине, тораптарда кейбір кісілер болмаса кейбір орындар сізге шақырту қағазымен жіберемін, шақырту қағазды мен сізге қызмет орнын тауып беремін дейтін бұндай адамдар бар. Бірағында мен өз жеке басымда ондай нәрсені өте көп сеніп кетпеймін. Өйткені сіз әрқандай жұмыстың бәрін өзінің мекемесімен тікелей байланыс жасауыңыз керек. Сондықтан аралығында ешқандай жұмыс болмады деп соны білетін боласыз. Соның шындығына көзіңіз жететін болады. Одан сырт сізде бекер көп экстра істетпеуге тиісті ақшаларыңызды аралығында істетпейсіз. Өйткені сіз мекемемен төте хабарласып жататын болсаңыз, аралығында қанша ақша керек, қандай істеу керек, қалай жолдары бар дейтін нәрсенің бәрін өзіңіз қанық білуіңіз керек. Әрине, кейбір орындар сізге бұл жұмыстарды істеп беру үшін бұл ақша алады. Ол өзінің еңбек ақысы болатын болса, ол бір басқа бір сөз деп ойлаймын. Шақырту қағаздың ішіне не жазылады? Мысалы, мен өзімнің туысыма бір шақырту қағаз жазатын болсам, бұл жердегі өзімнің аты жөнімді, туылған жылдарымды, қайда тұрамын, телефон нөмірімді, қандай қызмет істеймін, әрине өзімнің паспортымды, жекелік туылған куәліктерімді, семья жағдайымды, мысалы, біздің үйде қанша адам бар, бала бар ма, осы жағдайлардың бәрін толық жазуым керек. Жылдық қанша ақша табамын, әке-шешеме шақырту қағаз беретін болсам, ол кісілердің осы жаққа тұруға тиісті экономика жақтан қолдаймын деген қолхат беруім керек. Бұл айтқанда, ол кісілердің осы жаққа тұратын болса, жүріс тұрыстарына, әрбір жағдайларына мен экономика жақтан мен өзім шығарам дейтін осындай бір қолхат жазып беруім керек. Одан сырт кімді шақырып отырмын? Бұл жердегі шақырған адамның толық аты жөндерін, туылған жылдарын, қай жерде тұрады, телефон нөмірдерін, одан сырт осы жаққа келу мақсаты не? Мысалы, әке-шеше болатын болса, саяхат визамен келуге болады. Басқа біреулерді шақыратын болса, олардың осы жаққа тұратын қандай мақсатпен келді, қанша уақыт тұрады, қай жерге тұрады, бұл жақта тұрған қайсы уақытта қайтады дейтін осындай информациялардың бәрін осы шақырту қағаздың ішіне жазу керек. Сондықтан саяхат визаға сізге шақырту қағазды ешқандай өзіңіздің тіке туысыңыз болмаса, ешқандай адам сізге бере алмайды. Өйткені біріншіден ода жауапкершілік бар, екіншіден заңды түрде ода болмайды. Ал оқу жағдайға келген кезде мектеп сізге шақырту қағаз береді. Қызметке келгенде, болмаса сіз шетелде тұрып, төте Канадаға immigration болатын болсын, көшіп келетін болсаңыз, бұл жерде де сізге қызмет орнының шақырту қағазы керек. Сонда қорытындап келген кезде, негізгі шақырту қағаз дегеніміз қызмет орнының сізге берген қызмет шақырту қағазы. Бұл тақырып қалайдан Канадада қызмет іздеу керек, қалайда шетелде тұрып Канададан қызметтерін іздеу керек дейтін тақырып болып кетеді. Бұл тақырыпты кейінгі видеолардың ішінде жіңішкелеп айтып өтетін боламыз. Сонымен бүгінгі видеомыз осы жерге шейін. Тағы бір айта өтер, біздің каналымызды қолдаңыздар, сөзсіз лайк басыңыз, сөзсіз сөз қалдырыңыз, комментарийға өзіңіздің ойыңызды жазыңыз, сұрақтарыңыз болса сұрақтарыңызды жазыңыз. Сонымен сізбен бірге болған Анара Нұраханқызы, келесі кездескенше сау саламет болыңыз. Рахмет.